Бисмилла, вальхамдулилла, вассалату вассаламу аля расулилла. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Мамдал Харат кітабының бірінші томы, 8-ші сабақ. Ад-дарсу тhamину. 8-ші. Осындай ретік сандарды бірден жаттап отырыңыздар. Мысалға, осының алдында ад-дарсу сабиу, 7-ші сабақ болды. Осыдан кейін ад-дарсу тасиу, 9-ші сабақ болады. Осындай ретік санды бірден бастап барлық дәріске дейін жаттап отырыңыздар. Ибнун. Ол, әбун әке, бинтун қыз, уммун ана, ахун бауыр, ухтун қарындас. Қаламу Махмудин. Махмудтың қаламы. Махмудтың қаламы осы жайында қазір дәріс барысында бір-екі мәселелерді түсіндірем. Ху, оның, кә, сенің, и, менің. Оның деген үшінші жақтағы тәуелдік жалғау, кә сенің екінші жақтағы тәуелдік жалғау болады, и менің бірінші жақтағы тәуелдік жалғау болады. Юхиббу жақсы көреді, ютиу бойсынады. Мына жақта міне грамматика жағынан түсіндіретін мәселелер бар, бірақ бұны қазір мынау сөйлемдерді оқып жатқан кезде дәріс барысында түсіндіремін. Бірақ қатты тереңнен кірмеймін, жай ғана қарапайым сөздермен түсіндіретін боламын. Оңай болу үшін. Хаза қаламу Фаридин. Бұл Фаридтің қаламы. Бізде қазақ тілінде сөзге жалғаулар жалғанады. Ол септік жалғау болуы мүмкін, тәуелдік жалғау болуы мүмкін. Ал араб тілінде олар харекеттермен белгіленеді. Міне, мысалға Фаридтің, міне, ілік септігінде тұрған сөз. Бұны біз арабша осылай тың деген жалғауды, септік жалғауды біз осындай танвин каср харекетмен көрсетеміз. Қаламу Фаридин. Фаридтің қаламы. Оның қаламы. Мына тәуелдік жалғау. Оның үшінші жақта бұл даммамен көрсетіледі. Дамма емес, жалпы жай ғана харекетпен ғана көрсетіледі. Негізі бізде араб тілінде қалай? Сөз өзі тұрса, сөздің өзі тұратын болса, ол танвинға аяқталады. Негізінде, атау септігіндегі сөздер, бастауыштар, бұлардың барлығы танвинға аяқталады, танвин даммаға. Ал міне, енді тәуелдік жалғау жалғанатын болса, оның қаламы, жай ғана қалам емес, қаламы. О деген тәуелдік жалғау бар, оның деген мағынаны беретін. Бұл жерде сөз танвинге аяқталмайды. Мысалы, қаламун деп айтпаймыз. Харекеттермен қойын. Қаламун Фаридун деп айтпаймыз. Бұл жерде бұны аударатын болсақ, ешқандай сөз тіркесі болмайды. Бұл жерде қалам Фарид. Бізге Фаридтің қаламы деп айту үшін біріншіден қалам деген сөзді қаламун деп біз жай ғана харекетке аяқтаймыз, танвинге емес. Танвин дегеніміз ан, ин, ун. Бұл жерде жай ғана харекет болады. А, у, и. Осы шуын бұры. Мұны қазіргі жағдайда дамма. Қаламу. Фаридун без. Фарид қаламы деп айтпаймыз. Фаридтің қаламы. Мәні тің, осы ілік септігінің белгісі, мына жақта мәні танвин касра. Мына жақта жай ғана харекеттің өз ғана болады, дамма. Қаламу Фаридин. Қаламу Фаридин. Мына ілік септігіндегі сөз, мынау үшінші жақтағы тәуелдік жалғау. Фаридтің қаламы. Олар осындай септік жалғаулары немесе тәуелдік жалғаулар, бұлардың барлығы харекетпен белгіленеді араб тілінде. Ху, оның, кә, сенің, и, менің. Хәзихи мистарату Махмудин. Бұл Махмудтың, мына Махмуд, жай ғана Махмуд без, Махмудтың ілік септігінің жалғауы, міне танвин касра, мистарату сызғыш, сызғышы. Бұл Махмудтың сызғышы. Жай ғана сызғыш емес, Махмудтың сызғышы. Хәзихи деу себепті, мынау тамарбута әйел тегін белгісі, сөз әйел тегінде, сол себепті хәза емес, хәзихи қолданылады. Хәзихи мистарату Махмудин. Хәза қаламука. Бұл сенің қаламың. Міне сенің. екінші жақтағы мына тәуелдік жалғауды білдіреді.
бұл сенің қаламың. Міне бізде келесі қазір жазамын. Міне осында жіктеу есімдіктері бар. Хуа ол. Хуа жай ғана ол. Енді оның қаламы деп айту үшін қаламуху оның қаламы. Анта сен, сенің қаламың. Қаламу ка. Мына жақта да сызықша қоя салайық. Анта сен, ана мен. Ана мен, менің қаламым қалай болады? Қалами, менің қаламым. Хуа жай ғана ол, жүктеу есімдігі. Қаламуху оның қаламы. Үшінші жақта тәуелдік жалғау. Анта сен, ал сенің қаламың қаламука. Ана мен, қалами, менің қаламым. Хаза қалами, бұл менің қаламым. Хуз финджанака. Ыдысыңды ал. Мына жақта неліктен фатха? Неге финджанука емес? Неге финджаника емес? Финджанака болып тұр. Осы алдыңғы дәрістерде біз мафулун бихи дегенді өткен едік. Мафулун бих. Бұған табыс септігіндегі сөздер кіреді. Кімді нені? Кімді нені? Ыдысыңды. Нені? Ыдысыңды. Сенің жай ғана ыдыс деп тұрған жоқ. Ыдысыңды ал. Нені ал? Ыдысыңды ал. Табыс септігінде болып тұр. Ыдыс деген сөз. Сенің демесе де, мысалы, ыдысты ал. Нені ал? Ыдысты ал. Кімнің ыдысың? Сенің ыдысың. Ыдысыңды ал. Сол себепті фатхаға аяқталып отыр. Мына финджанака. Мафулун бих, мына табыс септігі. Жай ғана мына ешқандай жалғау жалғанбаса, алдында ешқандай бір сөздер келмесе, бір етістіктер келмесе, онда сөз атау септігінде болады. Бұл атау септігі араб тілінде міне жай ғана міне тануин дамма. Қалам Фарид. Фаридтің қаламы. Міне ілік септігі. Ілік септігі бұл міне мына жақта тануин касра. Бұндай ілік септігін біздер арабша жай жазып қоя салайын. Мысалы, мафулун бих деген біз арабша жаздық, сол секілді грамматикалық терминді тағы да арабша жазамын. Мудаф ва мудаф илайхи. Сөздерді оқыған кезде негізінде мынандай соңғы тануиндерін оқымай, жай ғана мудаф сукунмен аяқтауға болады. Мудаф ва мудаф илайх. Илайхи демей, мудаф ва мудаф илайх. Бұл жаңағыдай ілік септігі. Ілік септігін білдіреді, және мынау ілік септігі және тәуелдік жалғауы бар сөз. Біреуге, мысалға, біреудің меншігіндегі сөзге біз мудаф дейміз, ал сол меншіктің иесін біз мудаф илайх дейміз. Ол ілік септігінде болады. Қаламу фаридин. Мына біреудің меншігіндегі зат, ал мынау соның иесі. Бірінші сөз тануинге аяқталмайды, жай ғана харекет. Екінші сөз тануин касра. Түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінбей жатсаңыз, бірнеше рет қайталап көріңіз. Бір 10 рет көрген кезде, 10-15 рет қайта көрген кезде бір түсінікті болып қалады. Немесе бұлай қатты кірмей, қатты мән бермей қойыңыз, жай ғана аударып отырамыз. Ишраб шаяка. Шайыңды іш. Шай деген сөз табыс септігінде тұр. Ишраб іш. Хаза фарасу Сулеймана ва хаза фауруху. Бұл Сүлейменнің аты, ал мынау оның бұқасы.
Енді біз жаңа мына жақта мысалға мынауда мына ілік септігінде тұрған сөз, ал мынау біреудің меншігіндегі зат. Мына жақта біз қоламу махмудин ілік септігіндегі сөзді танвин касрға аяқтадық, иә? Мысалға қоламу фаридин, мистарату махмудин. Енді наяқта неге фатха деп сұрасаңыз, бұл ережеге бағынбайтын, ережеден тыс сөз. Бұндай сөздер бар. Оларды біз алдағы дәрістерде әлі дұрыстап өтеміз. Қазір қиын болмас үшін мен қатты қиындатпай, жай ғана осындай ережеге бағынбайтын, ережеден тыс сөз деп түсіндіре салам. Себебі кез келген тілде, кез келген грамматикада сондай ережеге бағынбайтын тыс сөздер болады, бөлек арнайы. Айна михфазати, менің сөмкем, я, портфелім қайда? Менің. Хати курраси, менің қауырсынымды әкел. Ат-тилмизу яқрау дарсаху, оқушы сабағын, кімді нені сабағын оқып жатыр? Кімнің сабағын? Өзінің. Дарсаху. Фаридун яхфазу дарсаху, Фарид сабағын жаттап жатыр. Кімді нені сабағын? Хуа юти'у уммаху, ол анасына бойсынады. Айна мухрука, сенің қолының қайда? Айна миқламатука, сенің қаламсалғышың қайда? Пенал. Әл-аху юхиббу ухтаху, бауыр қарындасын жақсы көреді. Фараси яркуду, менің атым шауып бара жатыр. Айна китаби я умми, кітабым қайда, я анашым. Ухруч минаррот хати я ахи, залдан шық, ей бауырым. Мәні, алдыңғы дәрісте біз харфчар дегендерді өткен едік. Бұлар шылаулар, немесе жаңағындай жатыс септігіндегі, шығыс септігіндегі, бар септігіндегі жалғаулар. Осыны алдыңғы дәрістерде өткен едік, қайталап көрсеңіздер болады. Бұлар қандай шылаулармен жаңағындай септік жалғаулары? Бұда біз мысалы бір нәрсенің ішінде, мына жатыс септігінде да, де, та, те деген жалғау. Мысалға бұдан кейін осындай харфчарлардан кейін келген сөз касралы болады. Фил бейти. Фил бейти. Мин. Бұл шығыс септігінің жалғауы. Неден? Үйден. Минал бейти. Бил қалами, қаламмен, сабақты қаламмен жазып жатырмын, я? Печатать етіп отқан жоқпын, қаламмен жазып жатырмын. Мысалы, бил қалами. Көмектес септігін жалғауы. Одан кейін әлі бір нәрсенің үстінде тағы да мысалы жатыс септігі. Әләл мактаби, партаның үстінде. Тағы қандай өттік? Фи мен, мысалы, иләл бәйти, барыс септігі. Ғаге, қаке. Мына осындай септік жалғауларын біздер араб тілінде харекеттермен белгілейміз. Бұл жақта мына ғаге, қаке деген әріптер болмайды. Біздер оны харекетпен белгілей саламыз. Бұның барлығы не үшін айтып жатырмын? Сіздер қазірден бастап шамалы ақырын-ақырын түсінуіңіз керек. Қандай кезде дамма болады, қандай кезде міне бөлек, қандай кезде фатха болады, қандай кезде касра болады, міне әріптің астында. Қандай кезде танвин дамма, қандай кезде танвин касра, қандай кезде танвин фатха. Міне осыны сіздер шамалы түсінсін деп грамматиканы мен сіздерге түсіндіріп жатырмын. Дамма, егерде біреудің меншігінде зат болатын болса, осы танвин емес, керісінше осында жай харекеттері болады. Біреудің меншігіндегі зат болса, тәуелдік жалғауы жалғанатын болса, мысалға, оның қаламы, жай ғана қалам емес, деген осындай тәуелдік жалғауы бар. Сенің қаламың, деген тәуелдік жалғауы бар. Оны да біздер танвинді алып тастап, жай ғана харекеттің өзін қойып, осылай белгілейміз. Танвин касра қай кезде? Міне ілік септігінде. Мудоф илейхи. Махмудтың осындай ілік септігін жалғауын білдіреді. Танвин касра.
Мына жақта міне касра. Фил бәйти, минал бәйти, бил қалами. Жатыс, барыс, шығыс септігін жалғаулары, шылаулар. Бұлар міне касра. Көріп отырғандарыңызға. Ол танвин касра да бола алады. Мысалға, иля бәйтин. Біз алифлямды жалғамасақ, осылай танвинмен аяқтаймыз. Қазір жай қысқаша ғана түсіндірем. Қатты тереңнен кірмейміз, қиындатпас үшін. Сол үшін осылай ғана түсіне беріңіздер. Фатха, қандай кезде сөз фатха аяқталады? Табыс септігінде болса, мафулун бих болса. Мысалға, ыдысты, кімді, нені деген сұраққа жауап беретін сөз болса, онда фатха қойылады. Атау септігінде болса, дамма немесе танвин дамма. Касра болса, немесе танвин касра болса, онда жаңағы барыс, шығыс, жатыс септігін жалғаулары немесе жаңа шылаулар келетін болса, сондай кезде одан бөлек тағы да ілік септігінде болатын болса, міне касра немесе танвин касра болады. Қазір осылай жай ғана қысқаша айтып жатырмын. Қастарына жазып қойсақ болады, міне атау деп. Атау, табыс, слайд қастарына. Бұл жерде мені барыс, шығыс, жатыс, тағы да көмектес септігін жалғаулары. Шылаулар. Касра немесе танвин касра болады олар. Тағы да мені ілік септігін жалғаулары. Көмектес және ілік. Міне бұлары бір. Бұлар алифляммен келуі мүмкін, немесе алифлямсыз келуі мүмкін. Касра мен танвин касра. Атау септігіндегі сөздер мына жақта және тәуелдік жалғаулар. Мына жақта бастауыш сөздер. Бастауыш сөздер, жаңа сол секілді атау септігіндегі сөздер. Фатха, танвин фатха бұлар табыс септігіндегі сөздер. Ілік септігін. Мына ілік септігіндегі сөздерді біз мудоф илейхи дейміз. Тәуелдік жалғау бар сөзді мудоф дейміз. Харф жарларды біздер міне барыс, шығыс, жатыс, көмектес, шылауларды бұларды біз харф жар дейміз. Табыс септігіндегі сөздерді мафулун бих дейміз. Осылайша қай кезде қандай харекет қойылады, осыны жай қысқаша мен сіздерге түсіндіріп кетіп жатырмын өзіміздің тілмен. Қатты тереңінен кірмеймін. Егер де түсініксіз болып жатса, тағы бір сұрақтар туындап жатса, комментарийлерге жазсаңыз болады. Біздер жалғастырып оқимыз. Хуз хазал қалама я ахи. Мына қаламды ал, ей бауырым. Мына жақта залдан шық, ей бауырым болды. Иқра дарсака я кариму. Ей Карим, сабағыңды оқы. Ибнука янаму аля саририхи. Сенің ұлын, ибнука, төсегінде, өзінің төсегінде ұйықтап жатыр. Хаза аби, бұл менің әкем. Аби яктубу, әкем жазып жатыр. Ана адхулу фасли, мен сыныбыма кіріп жатырмын. Ана ути'у муаллими, мен мұғаліміме бойсынамын. Анта тути'у муаллимака, сен мұғаліміңе бойсынасың. Аби яктубу, әкем жазып жатыр. Хати михбарати, сия сауытында әкел. Ишраб қахватака, кофеңді іш. Хазал иджлу яшрабул маа, мына бұзау суды ішіп жатыр. Әл-мухру яхруджу минаддари. Құлын ауладан шығып бара жатыр. Арабша сөйлемдерді аудардық. Мына қазақша сөйлемдердің
арабшаға аудармасын комментарийлерге жазыңыздар. Бір адамдыкын таңдап, соныкын дұрыстап жазып беремін. Қандай да бір сұрақ туындаған болса, түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийге сұрақ қойыңыздар. Оған да жауап береміз. Міне, мына жақта дұрыстап паузаға басып, асықпай қарап алсаңыздар болады. Бұл негізі әзірше дәл қазіргі уақытта сізге қатты қажеті жоқ грамматикалық терминдер. Бұл грамматиканы әзірше қатты түсініп, қатты оқудың қажеті жоқ. Сіздерге қазіргі мақсатыңыз сөздік қорыңызды жинау болу керек. Түсінсеңіз, түсіндіңіз, өзіңізге жаңағындай түртіп аласыздар кейбір жерлерін, бірақ түсінбей жатсаңыз ештен кетпейді. Жай ғана сөздік қорыңызды толтырып, мына сөйлемдерді аударып жүре беріңіздер. Мұны мен не үшін түсіндірдім? Сізде мына жақта неге дамма, мына жақта неге касра, мына жақта неге фатха, қай кезде фатха болады, қай кезде касра болады, сондай сұрақтар туындап жатқан кезде, мына осы жақтан жауабыңызды алуыңыз үшін мынаны мен түсіндіріп өттім. Түсінбесеңіз ештен кетпейді. Жай ғана сөздік қорыңызды толтырып оқып жалғастыра беріңіз. Осымен 8-ші дәрісті аяқтаймыз. Келесі 9-ші дәрісте кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.